Бүгін сіздермен осындай қарапайым қаттаманың жасалу жолын көрсететін боламын. Өте оңай, қарапайым, тек су мен ұннан ғана құралады. Арасы да өте жұмсақ. Ешқандай дрожь, ас содасы қосылмайды. Алдымен бізге бөлме температурасындағы су, 1 шай қасық тұз, електен өткізілген қажетінше ұн салып, қамыр илейміз. Қамырымыз кішкене қаттылау болғаны дұрыс. Прям қатты емес, кішкене қаттылау қамыр илейміз. Әбден иін қандырып, жақсылап илеп аламыз. Солай бетін пищевой пакетпен орап, жарты сағат 40 минут шамасында қалдырамыз тындыруға. Қаттаманың арасына пияз болған қаласаңыз, осылай жұп-жұқа етіп турап аламыз. Пияз міндетті емес, салмауыңызға да болады. Осылай жұп-жұқа етіп турап алып, тұз салып, мұжып аламыз. Пияз кішкене жұмсарғанша осылай мұжып аламыз. Ал енді тынған қамырымызды екіге бөліп, қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Осылай жұп-жұқа етіп жайып, өзіңіз қалаған сарымай түрін, қаншалықты жақсы сарымай болса, дәмі де жақсы болады. 82%-ық менде қолдың сарымай болды, сондықтан арасы кішкене қаралау болып тұр. Жаңағыдегі пиязымызды, тұзбен араластырған пиязымызды саламыз. Қатты көп болып кетпесін, аз-аздан осылай салып, осылай лента етіп кесіп шығамыз. Осылай барлығын кесіп алып, видеодағыдай орап аламыз. Жұмсар бос етіп емес, нығыз етіп, арасын жақсылап ораймыз. Жұмсақ етіп, арасы бос болып қалмасын. Үлкен кіші өзіңіздің қалауыңызша, егер пісіретін ыдысыңыз үлкен болып жатса, қаттаманы үлкендеу етіп жасауыңызға болады. Менде 2 күлше қамырдан 9 қаттама шықты. Дәл осылай барлығын орап шығып, пакетке салып, кішкене қатайғанша морозилкаға жарты сағат, 1 сағат көлемінде, немесе холодильникке шамалы уақытқа қоюыңызға болады. Немесе морозилкаға сақтап, қажет кезде шығарып жасай бересіз. Қамырымызды жайып аламыз, тым жұқа немесе қалың болып қалмасын, видеодағыдай етіп жайып аламыз. Табамызға аздап сұйық май құйып, қызып тұрған табаға, бірақ жай отта осылай бірінші жағын аударып, тағы да екінші жағына аударып, бетін жауып пісіреміз. Бетін жауып пісірсеңіз, тағы да осылай арасы көтерілетін болады. Екінші жағын аударып, екі жағын қызарғанша осылай пісіріп аламыз. Әр қаттаманы пісірген сайын сұйық май құйып отырамыз. Аз-аздан көп құйып жіберсеңіз, бірден қаттамамыз майлы болып қалады. Міне қыздар, қаттамамыз пісті, өте дәмді, араларды піскен, жақсы, қабат-қабат қат болып тұр. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.